Сәлем достар, видео басталмас алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Чупакабра бұл мақұлықтар туралы мәліметтер өте аз. Бір белгісі олар Орта Азияда және Ресейдің солтүстік аймақтарында өмір сүреді. Күндізгі уақытын ұйқымен өткізсе, түнде аңшылыққа шығады. Көрген адамдардың айтуы бойынша түрлері итке және кенгуруге де ұқсап келеді. Артқы аяқтары үлкен болып келеді. Милары және сана сезімдері өте қатты дамыған. Олар ұстаған олжасын түгелдей жемейді. Олжаны алдымен өлтіріп, сосын жүрегін жарып, тек қанын ішеді. Терісінде жүндер өте аз болады, кейбіреулерінде мүлдем болмайды. Тістері өткір және иіс сезу мүшесі өте жақсы дамыған. Бұл жыртқышты көрген адамдар өте аз. Қазіргі видео 2011 жыл түсірілген. Бұл жерде Ресей азаматының тауықтарын өлтіріп кеткен. Бір қызығы, ол бірде-бір тауықты жемеген. Бірақ тауықтарды өлтіріп, жүрегін жарып, ішіндегі қанын ішкен. Бұл мақұлықтың іздері иттікіне немесе мысықтығына мүлдем ұқсамайды. Өте жылдам қозғалатын бұл жануар адам көзіне мүлдем түспеуге тырысады. Алдымен олжаны ұстайды және үлкен екі тісі арқылы терісін тесіп, ішіндегі қанын сорады. Видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.